Ғалия Айтжанова бүкіл түнді дұрыс ұйықтай алмай өткізді. Әр сыбдырдан оянып кетті. Кейде еш себепсіз-ақ көзін ашты. Таңертең жаны қатты мазасызданып, бір минутта жоғалтпай, қалаға Абзалға баруға шешім қабылдады. Ана жүрегі ұлының басына бірдеңе түскенін сезгендей болды. Телефон соққысы келгенімен, қоңырау шала алмады, құрылғысын дұрыс қолдана да білмейтін, тек ұлы қоңырау шалғанда ғана жауап беретін. Бірақ соңғы уақытта Абзал анасын жиі мазаламайтын. Шынын айтқанда, Ғалия Айтжанова үшін телефонның аса қажеті жоқ еді. Сөйлесетінде ешкімі болмады, оның үстіне адамның жүзін көрмей әңгімелесуді ұнатпайтын. Заманауи технологияны түсінуде қиын, қалай пайдалану керектігін әрең үйренген. Қазір тіпті басқамен қосылмай да қалды. Сондықтан ең дұрысы, жолға шығып, ұлымен бетпе-бет кездесіп, жүрегін тыныштандыру. Ең бастысы, Абзал мен келіні, немерелері аман-есен болса болды. Соған көз жеткісе, үйіне қайта орала алады. Осылай ойлап, Ғалия Айтжанова ерте таңертең жолға жиналды. Сумкасын үйдегі дәмді тағамдарға толтырғаны соншалық әрең көтеріп алды. Бірақ айтарлықтай ауыр ештеңеде салған жоқ. Кеше ғана сойылған тауық, бір банка тұздалған қияр, қаймақ, көрші әйелден алынған үйдің ірімшігі мен тағы бір көршісінен алынған бал. Оған қоса, ұлының ара балы бар еді. Алма мен алмұрт та алды, балаларға дәрумен керек қой. Қала дүкендеріндегі жемістер өзінің бақшасындағыдай дәмді де, пайдалы да емес. Егер Абзал ауылға келсе, бұдан да көп нәрсе берер еді, бірақ қазір осыларды жеткізуге де шамасы жетсе жарар. Қалай десек те, 70 жасқа таяп қалды, жасы келген сайын қуаты азайып барады. Бірақ әзірге үй шаруасы мен бақтағы жұмыстарды өзі атқарып жүр. Бұл жолғы сапарда сәтті өтсе болды, тек көңілі орнына түссе екен. Ғалия Айтжанова ауылынан қалаға дейін 4 сағаттай жол жүрді. Ұлы үйленгеннен кейін сол қалаға қоныстанған. Бір жыл өтпей немересі Сәуле дүниеге келді. Ал қазір тағы бір немересі кішкентай Сәкен бар. Абзал Ғалия Айтжанованың өміріндегі жалғыз жарық Сәуле. Өйткені енді жалғыз сол ғана қалды. Күйеуі қайтыс болғанда Абзал небәрі 3 жаста еді. Ол кезде үлкен ұлы Әсет үйдің тірегі болды. Екі ұлының арасы 20 жас. 40 жасында Ғалия Айтжанова тағы да ана атанамын деп ойламағанда еді. Бірақ солай болды, ал көп ұзамай жесір қалып, кішкентай баламен жалғыз қалды. Сол кезде Әсет үйдің бас көтерер атанды. Тіпті анасы мен інісін тастап кете алмаймын деп үйленгісі де келмеген. Бірақ Ғалия Айтжанова оған әр адамның өз отбасын құруы керек екенін түсіндірді. Сөйтіп көрші қыз Зухраға үйленді. Ол мектеп кезінен Әсетіні ұнатып жүрген. Үйленген соң Әсет вақтаға жұмысқа кетіп жүрді, ауылда өз үйін сала бастады. Қыздары дүниеге келді. Бірақ үйдің құрылысын аяқтаған соң көп ұзамай, жұмыс орнында қайғылы жағдай болып, Әсет қаза тапты. Ғалия Айтжанова үшін бұл орны толмас қайғы болды. Бірақ кіші ұлын өсіру керектігін ойлап, өз-өзіне келуге тырысты. Бәрінен де Зухра мықтырақ болып шықты. Ол тек өз қызына ғана емес, қайын енесі мен марқұм күйеуінің інісіне де қамқор болды. Тіпті біраз уақыт бойы онымен бірге тұрып қолдау көрсетті. Бірақ бір жылдан соң өмірі өзгеріп кетті. Зухра өзінен сәл үлкенірек кәсіпкер Диханмен танысып, онымен жаңа қарым-қатынас бастады. Дихан жергілікті фермерге көмек көрсетіп жүрген құрылысшы еді. Ғалия Айтжанова Зухраны да түсінуге тырысты. Өйткені ол жас әйел өмірін жалғастыруы керек, қызының болашағын ойлауы қажет. Бірақ сонымен бірге жүрегінде реніш қалды, Зухра Әсетіні тым тез ұмытты. Ал кезінде олар қандай керемет жүреді. Зухра кетерде қайын енесіне келіп кешірім сұрады. Анашым, мені ренжімеңізші. Дихан жақсы адам, қызымды да жақсы көреді. Оған әке керек қой. Ғалия Айтжанова ауыр күрсінді. Әкесін ешкім алмастыра алмайды. Бірақ сен өз өміріңді құруға асығыпсың. Құдай өзі әділдігін көрсетер.
Сол кезде Ғалия Айтжанова немересін құшақтап, көз жасын сүртіп қоштасты. Содан бері не келінімен, не Аяжанымен қайта көріскен жоқ. Бастапқыда Зухра хат жазып тұрды, Ғалия Айтжанова да жауап берді, бірақ суықтау жазатын. Ал келіннің екінші баласына жүкті екенін білгенде, оған мүлде жазбай қойды. Жанына батқаны Зухраның өмірі өз ретімен жалғасып, бақытты болып жатқаны еді, ал әсетсі баяғыда жер қойнына тапсырылған. Ол оны да, тіпті қызы, Аяжан да ұмытқандай болды. Ал әжесі оны анда-санда ғана есіне алатын. Бірақ уақыт өте келе, күнделікті күйбең тірлік басым түсіп, ол туралы сирек ойлайтын болды. Өйткені оның ендігі бар өмірі кенже ұлы Абзал еді. 5 жылдан кейін Зухраның ата-анасы да қыздарының жанына көшіп келді. Осылайша бұрынғы келіні мен үлкен немересі жайлы ешқандай жаңалық білудің өзі қиынға түсті. Сол кезде Ғалия Айтжанова бар күш-жігерін кенже ұлын тәрбиелеуге арнауға шешім қабылдады. Ол жергілікті фермердің сүт өндіретін кешенінде тынбай жұмыс істеді. Кейде бұзаулардың астында тазалап жүрді, тек Абзалды оқытып, адам қылу үшін ақша табу қажет еді. Ұлы мектеп бітірген соң қалаға кетіп, университетке түсті. Абзал жас отбасы құрған кезде Ғалия Айтжанова оның болашағына үмітпен қарады. Баласы жақсы білім алып, тұрақты жұмысқа орналасса, бәрі жеңілдей түседі деп ойлады. Бірақ өкінішке қарай, Абзал бір жерде ұзақ тұрақтай алмай, жұмыс іздеумен жүрді. Кейін, ақыры, бір жеке зауыттан жақсы жалақысы бар қызмет тапты. Келіні Гүлмираға ата-анасынан мұраға пәтер қалған еді. Басында 2 бөлменің бірін ретке келтіріп, Ғалия Айтжанова келгенде қонақ бөлмеде түнеп жүрді. Ол кезде немересі Сәуле кішкентай болатын, сондықтан ата-анасының бөлмесінде кереуетте ұйықтайтын. Кейін бұл кереует інісі Сәкенға берілді, ал Сәуле мектепке дайындалып, қонақ бөлмеге көшті. Ол жерге оған арнайы үстел, жайлы орынды қойылды, жаңа диван да сатып алынды. Содан бері Ғалия Айтжанова ұлында сирек қонып жүрді. Немересімен бірге диванда жату қиын еді. Қозғалыс кезінде әжесін байқамай ұрып алуы мүмкін, сонда әжесі түн ортасында оянып, қайта ұйықтай алмайтын. Қазірде ол ұзаққа қалмақ емес, тек ұлының жағдайын біліп, уайымдамаса болды. Бүкіл жол бойы ол тек бір ғана ойда болды, бәлкім мен бекер алаңдап жүрген шығармын. Жүк салған сөмкесін әзер көтеріп, автовокзалдан трамвайға отырып, келіннің үйіне әрең жетті. Түсер аялдамасынан жаяу көтеріліп, 3-ші қабатқа жеткенде, бойындағы бар күші таусылды. Қоңырауға қол созған сәтте жүрегі селт етті, іштен бала жылаған дауыс естілді. Сәкен ауырып қалған жоқ па екен? Қоңырауды басты. Құлағына құстың сайраған үні секілді дыбыс естілді. Есікті ашқан көзі жасқа толы Сәуле, ол әжесін құшақтай алды да ішке қарай сүйреді. Ғалия Айтжанова табалдырықтан аттаған сәтте ақ өз көзіне өзі сенбей қалды. Үйдің ішінде бөтен адамдар, әскери форма кигендер тұр. Біреу үстел басында қағаздарға әлдене жазып отыр, екіншісі теледидар жанында тұр. Абзал бұл теледидарды жарты жыл бұрын сатып алған еді, үлкен экраны бар, заманауи үлгі болатын. Ал келіні Гүлмира бөлме ішінде қолына ұлын алып, оны тыныштандыруға тырысып жүр. Бірақ Сәкен бар даусымен айғайлап жылауда. Ғалия Айтжанова ештеңені түсінуге тырыспастан, қолындағы сөмкесін лақтырып жіберіп, жеделдетіп қолын жуды. Сосын келіннен немересін алып, оған алдын ала жуып, сүрткен алмасын ұстатты. Сәкен тәттіні ала-сала жылауын тоқтатып тістелей бастады. Рахмет, анашым, деді Гүлмира ауыр күрсініп. Сол сәтте форма киген бейтаныс адамдар Ғалия Айтжановаға бас изеп амандасты. Біз жұмысымызды аяқтадық, деді үстелде отырған ер адам. Сәуле, мына жерге қол қой. Мен ештеңеге қол қоймаймын, деп кесіп айтты Гүлмира. Сот бәрібір сізді заң бойынша қол қоюға міндеттейді, деп иығын қиқаң еткізді ер адам. Бірақ оның даусында аяушылықтың да бір ұшқыны байқалды. Бірнеше минуттан соң олар кетіп қалды. Бұлар кімдер? Деп ақыры сұрады Ғалия Айтжанова.
Сот орындаушылары, деді Гүлмира, сосын еңіреп жылап жіберді. Сәуле анасын құшақтап, кеудесіне тығылды. Не болды өзі? Абзал қайда? Деп сұрады. Ғалия Айтжанованың жүрегі дір ете қалды. Демек, ішкі сезімі алдамаған бір қайғы болған екен. Абзал бізді тастап кетті. Гүлмира жылап жіберді. Нағыз қорқақ сияқты қашып кетті, анашым. Кеше сәкеммен дүкенге барып келгенімде, ол үйде жоқ болып шықты. Баланың мектебінде бір жағдай болды, сол кезде жиналып, үн-түнсіз кетіп қалған. Тек мына жазып кеткен қағазы ғана қалды. Гүлмира енесіне бүктелген бір жапырақ қағазды ұсынды. Онда Абзалдың қолымен «Кешір, егер кешіре алсаң» деп жазылған екен. Бұл жазба кіреберістегі комоттың үстінде жатқан. Гүлмира үй киімінің қалтасынан орамал алып, көз жасын сүртті. Мен сізге кешеде, бүгінде хабарластым. Телефоныңыз неге өшірулі? Білмеймін, Ғалия Айтжанова абыржып қалды. Ал Абзал ол қайда кетуі мүмкін? Неге? Не болды сендерге? Оны екі ауыз сөзбен айтып жеткізе алмаймын, ауыр күрсінді келіні. Қазір балаларды тамақтандыру керек. Ал менің ас дайындауға ештеңем жоқ. Жарайды, сәкені бері, мен сөмкемді ашайын. Жаңа сойылған жас тауық әкелгенмін. Сорпа қайнатайық, ірімшікпен құймақ пісірейін. Немесе балмен жейміз. Сәуле, келші, маған ас үйде көмектес. Ғалия Айтжанова тез арада ас әзірлеп үлгерді. Сәуле жастайынан ширақ, жақсы көмекші болып өсіп келеді екен. Ал Гүлмира сәкені қолынан бір түсірмеді, бала қатты мазасызданып тұрды. Тісі шығып жатқан шығар, деді Гүлмира шаршап. Бір сағатқа жетер-жетпес уақытта бәрі дастархан басына жиналды. Тамақтанып болған соң, Гүлмира балаларды бөлмеге алып кетті. Сәулені сабақ оқуға отырғызып, кішкентайды ұйықтатуға тырысты. Ғалия Айтжанова ас үйде отырып, болған жағдайдың мәнін түсінуге тырысты. Абзал қайда? Оған не болды? Гүлмира ас үйге қайта кіріп, орындыққа жайғасты. Ғалия Айтжанова да қарсы алдына отырды. Абзалдың жұмысында қиындықтар басталды деп бастады Гүлмира. Басшылық ауысқаннан кейін жалақысы азайды, сыйақы мүлде төленбей кетті. Ол қатты күйзеліске түсті. Гүлмира ауыр күрсінді. Біреулер оған инвестиция арқылы тез ақша табуға болатынын айтыпты. Бірақ бізде артық ақша жоқ еді. Сонда да Абзал интернеттен бір курсқа жазылып, үйрене бастады. Мені де сендірді. Сосын досы Әсеттен 10 000 теңге қарыз алып, бір аптадан соң шотында біраз ақша жиналды. Ғалия Айтжанова үнсіз тыңдай берді. Сол кезде Абзал одан да көп ақша салу керек деп шешті. Банктерден несие сұрады, бірақ көбісі оған үлкен соманы беруден бас тартты. Ақыры, бір банк пәтерді кепілге қойса, несие береміз деді. Мен ақмақ басыммен келісе салдым. Гүлмира көз жасына ерік берді. Ғалия Айтжанова естігеніне сене алмады. Ол несие атаулыдан қорқатын. Талай таныстарының осы қарыздың кесірінен опық жегенін білетін. Неге маған айтпадыңдар? Деп ашуланды ол. Сіз тек қарсы болар едіңіз, Гүлмира жылап жауап берді. Ал Абзал барлығы жақсы болады деп үміттенді ғой. Сосын не болды? Біз несиені алдық, ал ол бүкіл ақшаны әлдебір интернет инвестицияға салып жіберді. Бір апта күту керек болды. Ол кезде инвестормен сөйлесіп жүрді. Бірақ бір аптадан соң әлгі сайтта, чатта жоқ боп кетті. Гүлмираның даусы дірілдеп шықты. Абзал қатты күйзелді. Пәтеріміз кепілдікте, ал ақшамыз қайда кеткені белгісіз. Полицияға барды, олар бұл алаяқтардың ісі деді. Ал банк ақшаны өз еркімен аударғандықтан қайтара алмаймыз деп қысқа қайырды. Ғалия Айтжанованың жүрегі ауырды. Ол содан кейін өз емес сияқты жүрді. Жұмыстан да сол жағдайдың кесірінен қателік жіберіп шығып қалды. Ал несиені ай сайын төлеу керек. Біз оны төлей алмадық. Бірінші төлемді өткізіп алдық.
Абзал бәрін жөндеймін деді, жұмыс іздеп жүрді, тапты да. Бірақ кейін мен пошта жәшігінен банк хатын тауып алдым. Онда біздің ісіміз сотта қаралып жатқанын, енді не ақшаны толығымен қайтаруымыз, не пәтерден айырылатынымыз жазылған екен. Аукцион арқылы сатпақшы екен. Мен хатты Абзалға көрсеттім. Ол тізерлеп, аяғыма жығылды, жылап кешірім сұрады. Отбасын осылай тығырыққа тірегеніне қатты өкінді. Бұл хат бірінші емес екен, бұған дейін де келгені бар болып шықты. Бірақ ол маған көрсетпеген. Гүлмира көз жасын тағы да сүртіп, сөзін жалғастырды. Тәжірибеден кейін оны жұмысқа қабылдаған, бірақ қайтадан жұмыс табуға тырысып жүргенін айтқан. Барлығын шешуге уәде берген. Бірақ қалай шешті? Қашып кетті. Бізді тағдырдың тәлкегіне тастап кетті. Ол ас үй сүлгісіне бетін көміп, еңіреп жылап жіберді. Ғалия Айтжанова келіннен естігенін санасына сыйғыза алмады. Мұндай жағдайдың өз ұлы мен оның отбасында болғанына сене алмады. Енді олар пәтерсіз қалуы мүмкін бе? Балалар мен қайда барады? Гүлмира, сендер менің үйіме көшіп келсеңдер болады деп ұсынды Ғалия Айтжанова. Анашым, қалайша? Мұнда Сәуленің мектебі жақсы, ағылшын курсы, музыка мектебі бар. Университетте осында. Ал ауылда не істейді? Мектептен кейін қайда барады? Гүлмира одан сайын жылап жіберді. Ғалия Айтжанова ойланып қалды да бірден шешімін айтты. Онда мен өз үйімді сатып, сендердің пәтерлеріңді сақтап қаламын. Гүлмира көз жасын сүртіп, Ғалия Айтжановаға сенімсіздікпен қарады. Сіз оны тез сата аласыз ба? Маған көп уақыт бермейді. Сот өтті, сот орындаушылары да келді. Біздің ауылдағы фермерге менің үйім қатты ұнайтын. Бірде қалжыңдап, сатып алам дегені бар еді. Бірақ бәлкім ол қалжың емес шығар. Мен онымен сөйлесіп көремін. Ал сіз өзіңіз қайда барасыз? Деп сұрады Гүлмира. Сендермен бірге тұрамын, басқа барар жерім жоқ деп күрсінді Ғалия Айтжанова. Қазір банкке қанша қарызбыз? Деп сұрады Гүлмира. Ол нақты соманы атады. Үйіміз ауылдық жерде қымбат емес, бірақ бұл соманы алуға үміттенемін деді Ғалия Айтжанова. Рахмет, анашым, Гүлмира сыбырлап, көз жасын тағы сүртті. Ғалия Айтжанованың көкейінде ең маңызды сұрақ тұрды. Гүлмира, Абзал қайда болуы мүмкін? Білмеймін. Әсетке хабарластым, ол телефон көтермейді. Ал Абзалдың көлігі қайда? Әрине, сонымен кеткен болар деді Гүлмира шарасыз кейіпте. Неге оны сатып жібермедіңдер? Кімге керек ол ескі құсқы темір? Сатып көрмек болдық, бірақ ешкім алмады. Мен уақыт жоғалтпаймын. Әлі кешкі автобусқа үлгеремін. Үйді сатудың жайын тездетуің керек. Сен банкке немесе сот орындаушыларына барып, нақты қай уақытқа дейін пәтерді сататынын анықта. Мен фермермен сөйлесемін. Жақсы, анашым. Ал сіздің телефоныңыз неге өшірулі? Өзің қарашы, мен оны түсінбеймін деді Ғалия Айтжанова. Сөмкесінен телефонын алып, экранға қарады. Қарашы, сіз оны өшіріп тастапсыз ғой. Мен өшіп қалған екен деп ойлаппын. Міне енді істеп тұр. Егер тағы өшіп қалса, мына батырманы басыңыз деп көрсетті Гүлмира. Ғалия Айтжанова үйге қайтып бара жатып күңгірт ойларға берілді. Қалай ғана осылай болды? Абзалды қалайша соншалықты жауапсыз болып шықты? Қиын сәтте отбасын тастап кеткені қалай? Ол өзін кінәлі сезінді. Бәлкім, тәрбиені дұрыс бере алмаған шығар. Жоқ, оның үлкен ұлы Әсет мұндай қателікке жол бермес еді. Ол нағыз сенімді адам еді. Және оның әйелі Зухра да Гүлмирадан мүлде бөлек болатын. Ол пәтерді кепілге қоюға ешқашан жол бермес еді. Бірақ Әсет қайтыс болды, ал Зухра әлдеқашан басқа біреумен бақытты өмір сүріп жатыр. Абзалдың таңдауы Гүлмира болды. Гүлмира мүлде басқа адам. Бірақ бұл туралы ойланудың қажеті жоқ.
Енді Ғалия Айтжанова тек бір нәрсені біледі. Ол ұлының отбасын қиындықтан құтқаруға міндетті. Тек Абзал қазір қайда? Ол тағы бір ақымақтық жасап жүрмесін. Ғалия, сен есіңнен адастың ба? Қайда барасың үйсіз-күйсіз? Деп таңғалды көршісі Ақмарал. Балам, мен оның отбасымен бірге тұрамын. Осылай бәрімізге жақсырақ болады деп өзінде Ақмаралды да сендіруге тырысты Ғалия Айтжанова. Бір жағынан ол фермердің үйді сатып алуға келіскеніне қуанғандай болды. Ол Ғалия Айтжанованың жағдайын түсініп, бағаны түсірмей, толық соманы беруге уәде етті. Бұл баға ауыл үшін өте жақсы еді, әсіресе сатылым асығыс болған жағдайда. Бірақ екінші жағынан Ғалия Айтжановаға өзінің үйімен қоштасу өте ауыр тиді. Марқұм күйеуі бұл үйді отбасы үшін мәңгілікке салған еді. Ең жақсы материалдарды таңдаған, мықты етіп салған. Бұл үйдің жобасы ерекше болатын. Ғалия Айтжанованың марқұм күйеуі оны отбасы үшін салған еді. Тіпті құрылыс материалдарын да сол кездің ең сапалысынан таңдап алған болатын. Сондықтан үйді ауылдың бай фермері өзінің үйленгелі жатқан немересі үшін сатып алмақ болды. Бұған қоса үйдің бақшасы да керемет еді. Жеміс ағаштары арнайы питомниктен алынған, әр жыл сайын мол өнім беретін. Өздеріне де, көршілерге де жететін. Ал таңқурайдың ең жақсы сорттарын Ғалия Айтжанованың өзі отырғызған. Болашақта немерелеріне мұра етіп қалдыруды ойлап, осылайша бәрін алдын ала дайындаған еді. Үйді сату оған ауыр тиді. Бірақ басқа амалы жоқ еді. Туыстарына көмектесу үшін осы қадамға баруға мәжбүр болды. Ғалия, сен түбінде қарттар үйінен бірақ шығасың. Деп болжады көршісі Ақмарал, өз үйінде тұра бермейсің бе, өле-өлгенше өз төріңде отырар едің. Ал енді үйінді сатып түскен ақшаны түгел келініңе бермексің. Ол пәтерді мұраға алған, ертең сен де, Абзал да керек болмай қалсаңдар, қуып шығуы мүмкін. Дұрыс айтасың деп күрсінді Ғалия Айтжанова, мұндай қауіп бар. Бірақ мен немерелерім үшін бәріне дайынмын. Гүлмира жақсы ана, балалар үшін барын жасайды. Ал Абзал? Сен көріп тұрсың ғой, оның қылығын. 3 күннен бері хабарсыз, не өзі, не хабар жоқ. Гүлмира уайымнан әбден жүдеп кетті. Мен туралы айтпай-ақ қояйын. Ол тіріме өзі? Өзіне қол жұмсаған жоқ па екен? Деп Ақмарал ойланбай айтып қалды да бірден тілін тістеді. Кешірші, Ғалия, мен. Құдай сақтасын. Деп Ғалия Айтжанова қолын сермеді. Менің ұлым міндетті түрде қайтып келеді. Қашып құтыламын деп ойласа, қатты қателеседі. Дегенмен оның өзі де осындай ойлардан арыла алмай жүреді. Абзал тығырықтан шығатын жол таппай, басын өлімге тігіп жүрмес пе екен. Бірақ Ғалия Айтжанова бұл жаман ойларды қуып, өзін сабырға шақырды. Үйдің сатылуы енді оған соншалықты трагедиялы болып көрінбеді. Бәрі жақсы болады, бәрі орнына келеді. Ал Гүлмира болса, қайын енесінің үй сатқанын естігенде, аздап болсын жеңілдеп қалды. Ең бастысы, балалармен далада қалмайды. Банкпен келіссөз жүргізіп, сот орындаушыларға хабарласып, қарызды толық өтейтінін айтты. Ғалия Айтжанова бұл жаңалықты естігенде терең дем алып, заттарын жинай бастады. Алайда алып кететін ештеңесі жоқ еді. Пәтер кішкентай, мебель туралы мүлде сөз болмады. Өзінің сүйікті креслосында алып кете алмайтынына жүрегі ауырды. Сол креслода отырып қолөнермен айналысқанды жақсы көретін. Көршісі Ақмаралға кейбір заттарын тегін берді, тек азғантай бөлігін ғана сатып, ақша қылды. Үй жануарларын да қию керек болды. Иттер мен мысығын Ақмарал асырайтын болды. Ал тауықтардың біразын сойып, біразын көршісінің қорасына қосты. Ғалия Айтжанова енді өз болашағы туралы ойлаудан бас тартты. Қалай болса да өмір жалғасады. Бірақ оның жанына ең қатты батқаны Абзалдың қайда екенін білмеуі еді. Сол кезде телефон шыр етті. Ғалия Айтжанованың жүрегі тоқтап қала жаздады. Қолдары дірілдеп, қоңырауды қабылдай алмай жатты. Анашым.
Қазір ғана Абзал қоңырау шалды, деді Гүлмира асығыс. Ол тірі, аман. Осы күндері Әсеттің саяжайында болған. Машинасы сынып қалған екен, таңғалатын түгі жоқ, әбден ескірген темір терсек қой. Телефоны да өліп қалыпты, зарядтағышын алмаған. Бірақ Әсет келіп оны тапқан. Абзал соның телефонынан хабарласты. Құдайға шүкір, деп Ғалия Айтжанова тек осы сөзді ғана айта алды. Ол келіннің ашулы дауысына мән берген жоқ. Абзал тірі. Қоңырауды аяқтай сала, Ғалия Айтжанова жылап жіберді. Осы күндері жиналып қалған барлық уайымы мен қорқынышы көз жасымен бірге ағып жатқанда еді. Құжаттар рәсімделіп болған соң, Асқар Айтжанұлы Қажидолла Ғалия Айтжанованың заттарын қалаға тасып беруге өзі ұсынылды. Керексіз нәрселерді алмаңыз деп Гүлмира ескерткен еді. Бірақ қажет дүниенің өзі аз емес болып шықты. Киім-кешек 2 қорапқа әрең сыйды. Ал үйден алып кетуге тұрарлық бірқатар нәрсе бар еді. Бір қап консервіленген тағамдар, мұздатылған тауықтар, мұның бәрі артық болмайтыны анық. Қажидолла газеліне бәрін тиіп, өз рөлге отырып, жолға шықты. Асқар Айтжанұлы, мың алғыс. Мені үлкен қиындықтан құтқардыңыз деп алғыс айтты Ғалия Айтжанова. Ғалия деп ауыр күрсінді Қажидолла, саған көмектестім бе, әлде керісінше өміріңді қиындаттым ба, білмеймін. Бәлкім, бәрі мүлде басқаша болар ма еді, егер сен жастық шағыңда маған тұрмысқа шығуға келісім берсең. Ғалия Айтжанова бұл сөзден абдырап қалды. Мен ол кезде Дарынға уәде беріп қойған едім. Ол сенен бұрын маған ұсыныс жасады деп ақырын ғана жауап берді. Мен оны сүйдім, ал сені емес. Кешірім сұрайтындай ештеңе жоқ, деді Қажидолла. Олар Дарынмен және Ғалия Айтжанова екеуі мектепті бірге бітірген еді. Ол екеуінің де көңілі бар екенін білетін. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Ғалия Дарынды ұнатып, соған тұрмысқа шыққан болатын. Сенде де тамаша отбасы бар ғой, Асқар, деді Ғалия Айтжанова, Гүлбаршынмен бақытты өмір сүрдіңдер. Иә, әйеліме ризамын. 2 ұл өсірдік, немерелерім бар. Гүлбаршын әрдайым мені қолдады. Тіпті фермерлікпен айналысқым келгенде де қарсы болмады. Көп адам бұл істің сәтсіз аяқталатынын айтты, ал ол сенді. Расында бәрі ойдағыдай болды. Колхоз сиырларын етке жібергелі жатқанда мен оларды қарызға сатып алып, жеке сүт фермамды құрдым. Міне жарадың, деді Ғалия Айтжанова, мені де жұмысқа алып, қиын сәтте көмектестің. Әрдайым қол ұшын беруге дайынсың. Ғалия, мен саған ешқашан айтпаған едім, деп Қажидолла бір сәт үнсіз қалды. Дарын қайтыс болғанда сенімен бірге болғым келді. Гүлбаршынден кетуге дайын болдым. Асқар Айтжанұлы, мен сені қабылдамас едім, деп кесіп айтты Ғалия Айтжанова, дұрыс жасағансың, ойыңнан қайтқаның жақсы болған. Мүмкін, деп күлімсіреді Қажидолла, бірақ мен қазірде бәрін тастауға дайынмын. Тек сен иә десең болды. Ғалия Айтжанова күліп жіберді. Біз биыл 70-ке келеміз, Асқар. Менің туған күнім бірнеше күннен кейін, артынша сенікін тойлаймыз. Бұл жаста өткенді өзгертуге тырыспайды, керісінше барды бағалап сақтайды. Бұл әңгіме Ғалия Айтжанованы біраз толқытты. Ол тіпті Қажидолланың әлі күнге дейін өткенге байланып жүргенін ойламапты. Жас кездегі Ғалиядан ештеңе қалмағанын, уақыт ешкімді аямайтынын түсінді. Бірақ Асқар үшін бұл басқаша секілді. Қажидолла немерелері туралы ықыласпен айтып келе жатты, оның жүзінен отбасы үшін мақтаныш сезімі байқалды. Осындай мықты жанұядан бас тарту мүмкін емес еді. Сағынышты кездесу. Гүлмираның үйіне жақындағанда Ғалия Айтжанованың жүрегі кеудесінен шығардай соқты. Ұлын көретін сәт келді. Абзал кіреберістің алдында күтіп тұр екен. Ол анасын көре сала, құшақтай алып көзіне жас алды. Анашым, кешірші мені. Барлығы үшін кешірші. Ғалия Айтжанова да жылап жіберді, бірақ өзін тез жинап.
Жарайды, балам, бәрі орнына келеді. Енді заттарды үйге кіргізейік деді. Олар бірге жүк көтеріп, заттарды пәтерге енгізді. Лоджияның бәрі консервілермен толды, тіпті гостинода да орын табуға тура келді. Гүлмира киімдерге шкафтан бөлек орын бөлетінін айтты. Кішкентай Латка барлығын бақылап жүрді. Анашым әкені қатты ұрысты ма? Деп сұрады ол ақырын. Ғалия Айтжанова немересіне қарады. Қатты ұрысты ма? Деп қайталады ол. Иә, деді қыз. Ас үйде қатты дауыс көтерді. Мен ініммен ойнап отырдым, бірақ кейін анамның үнсіз қалғанын байқадым. Есікті сәл ашып қарасам, әкем тізерлеп тұр екен, ал анашым оның басынан сипап отыр. Сол кезде оның кешіргенін түсіндім. Ғалия Айтжанова күлімсіреп немересінің маңдайынан сүйді. Жарайсың, қызым. Енді ұйықтай ғой, деді жұмсақ дауыспен. Таңертең әже ертерек тұрып, таңғы ас әзірлеуге кірісті. Ботқа пісірді, құймақ пісірді. Сәуле тамақтанып мектепке кетті. Содан кейін ас үйге Абзал келді. Тез тамақтанып, жұмысқа сұхбаттасуға асығып жатқанын айтты. Лайықты жұмыс табылды. Немересі бар келіншек кейінірек тұрды. Ғалия Айтжанова түнде ұлдың бірнеше рет оянып, қатты жылағанын естіді. Тіпті сәкені алып, тербетуге тырысты, бірақ өзін тоқтатты. Ұйықтап қалдым. Түрім шаршаңқы, немересімен серуендеуді ұсыну керек. Ал ол демалсын деп ойлады Ғалия Айтжанова, тек түскі асты пісіріп алайын. Апа, мен мынаны ойладым, деп бастады әңгімесін Гүлмира. Сіз бізбен бірге тұратын болғандықтан мен жұмысқа шығармын, ал сіз сәкенға көмектесерсіз. Ол 1,5 айдан кейін 1 жасқа толады. Маған жәрдемақы төлеуді тоқтатады. Ал балабақшаға әлі ерте. Немереңізді қарай аласыз ба? Әрине, қарай аламын. Деп қуанды Ғалия Айтжанова. Келінге осындай пайдалы болғаным жақсы, өйткені ол сірә енесіне сенеді. Онда мен бүгін-ақ өзімнің орныма қайта оралатынымды хабарлаймын. Ал Абзалдың жұмысының мәселесі қаншалықты тез шешілетіні әлі белгісіз. Бір нәрсеге өмір сүру керек, ал ақша мүлдем жоқ, деп мойындады Гүлмира. Міне, біраз көмек, біз сіздің алдыңызда қарыздармыз. Ой, қой, олай айтпа. Ғалия Айтжанова оны құшақтады. Жарайды, таңғы ас ішейік, содан кейін мен сәкенмен серуендеп қайтамын. Егер сіз қаласаңыз, ал сіз демалыңыз. Түнде оның жылағанын естідім, сіздерге ұйықтауға мүмкіндік бермеді. Жоқ, мен тек естідім, деп күлімсіреді Ғалия Айтжанова. Сізге оны сірә тербетуге тура келді. Мен қалай болса солай ұйықтауға үйреніп қалдым. Жарайды, мен сәкенмен серуендеймін, біз онымен дүкенге барамыз, ал сіз түскі асты пісіріңіз, егер сізге қиын болмаса. Мен де соны жасайын деп жатырмын. Жақсы, барыңдар. Кешке Абзал сұхбаттасудан сәтті өтіп, жұмысқа қабылданғанын хабарлады. Кешкі ас кезінде Сәуле мектептегі жетістіктерімен бөлісті, ал Гүлмира 1 айдан кейін өз орнына шығу жоспарлары туралы айтты. Ғалия Айтжанова ұлы мен оның отбасының өмірі жақсарып жатқанына қуанды. Өзі ол бәрінде көмектесуге дайын болды. Тіпті өз үйіндегідей ұйықтамаса да, тіпті келіннің пәтерінде өзінің бұрышы болмаса да, қол өнерді жәшіктердің бірінде қалдыруға тура келді. Бірақ ең бастысы, баспана бар, және ол өзін қажетті сезінді. Бірнеше күннен кейін Абзал жұмысқа кетіп, Сәуле мектепке кеткенде есік қоңырауы соғылды. Гүлмира ашуға барды. Ғалия Айтжанова түскі ас пісіруді аяқтап жатқан еді. Ол анасының артынан жүгіруді шешкен немересін қолына алды. Ойыншықтарын ертерек және Асқар Айтжанұлы үлкен гүл шоғымен есікте көріп, баламен қолында қатып қалды. Сәлеметсіз бе, мен Ғалия Айтжановаға келдім, деді ол. Гүлмира таң қалып бейнесіне қарады, ал ол ұялудан сөз айта алмады. Өтіңіз, ақыры, деп қонақты шақырды. Келін, сәкені алып, есікті жауып, қонақ бөлмесіне кетті. Қажидолла толқып, гүл шоғын ұсынды. Туған күніңмен, Ғалия, деді ол, және тек сонда ғана ол бүгін оның мерейтойы екенін есіне түсірді. Рахмет, деп одан да қатты ұялып жауап берді ол. Ас үйге өтіңіз, мен сізге шай беремін. Жоқ,
қажет емес деп қонақ бас тартты. Мен мұнда қаладағы істеріммен жүрмін, бірақ сізді құттықтауды шештім. Егер сіздің бүгінге басқа жоспарларыңыз болмаса, сізді мейрамханаға шақырғым келеді. Бұл күтпеген жерден болды, менде деп таң қалды Асқар Айтжанұлы. Ал ұлы мен келіні еске салмады ма? Жоқ, оларда сірә, уайымдап ұмытып қалған деп жауап берді Ғалия Айтжанова. Міне, мен есімде, келісіңіз. Ештеңе етпейді, бұрынғы сыныптастарымыз сияқты, дос ретінде отырамыз, болды деді Асқар Айтжанұлы. Жарайды, егер тек дос ретінде болса, Ғалия Айтжанова үйді сатып алуда оған қатты көмектескен адамға бас тартуға ыңғайсыз болды. Бірақ ол келіні мен ұлының мұндай серуеніне қалай қарайтынын білмеді. Мен сізді бірнеше сағаттан кейін алып кетемін, дайындыққа жетеді ме? Жақсы, Асқар деп сасқалақтап жауап берді туған күн иесі. Ал мынау да сізге деп ол әдемі сыйлық пакетін ұсынды. Онда сізге келген хат бар. Жарайды, өзіңіз көресіз деді де ол тұтығып кетіп қалды. Ғалия Айтжанова бұл туралы келініне айтты. Ол сізге бей-жай қарамайды деп күлді Гүлмира. Несі бар, көрнекті күйеу жігіт, ер адам әлі де жақсы, сіз де жақсы сақталғансыз. Ал сіздің әдемі көйлегіңіз бар ма? Ол үйленген адам деп мұңайып жауап берді енесі. Бұл қалай дұрыс емес? Сіз тек мейрамханаға барасыз, бұнда не тұр? Оның үстіне сіз айтқандай, сіз бұрынғы сыныптастарсыз, ал ол қандай сылтау ойлап тапты? Бүгін менің туған күнім деп қысылды Ғалия Айтжанова, және ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ. Ой, кешіріңіз деп қолын сермеді Гүлмира. Ал біз мүлдем ұмытып қалдық. Ну, сіз не істейсіз? Мен өзім ұмытып кеттім. Соңғы кезде көп нәрсе болды. Ыңғайсыз деп мойындады келін. Ал менде сізге сыйлық жоқ. Бірақ Асқар бірдеңе берді, көрейік. Ғалия Айтжанова сыйлық пакетінен қорапты алды. Оралған, Гүлмира шеберлікпен қорапты қаптамадан босатты. Ішінде нәзік реңктері бар, кестемен безендірілген керемет палантин болды. Келін оны енесінің иығына жауып шетке кетті. Сізге өте жарасады деп бағалады ол сыйлықты. Ал мен оны қайда киемін? Ғалия Айтжанова өзіне айнадан қарады. Міне, бүгін мейрамханаға киесіз деп кеңес берді Гүлмира. Есімде, сіздің қара көйлегіңіз бар еді, әдемі, ол сізге өте жақсы жарасады. Менде тек бір шығу көйлегім бар еді. Мен оны 10 жыл бұрын жақсы сатып алдым. Сирек киетінмін, үлкен мерекелерде, сондықтан ол жаңа сияқты сақталған. Өкшелі туфли де бар. Бұл көйлекке мейрамханаға жиналу керек, егер уәде берген болсам. Сіз қайда жиналдыңыз? Деп сұрады немересі. Есіктің алдынан еніп, Ғалия Айтжанованы айнаның алдында көрді. Әженің бүгін туған күні, ол мейрамханаға барады деп хабарлады Гүлмира. Ал менде сізге сыйлық бар, мен бүгін салдым деді де ол портфеліне сурет, күзгі пейзажды алды. Рахмет, қымбаттым, өте әдемі деп алғыс айтты әже. Жүр, мен сені сорпамен тамақтандырамын, тек алдымен киініп алайық. Балалар тамақтанып болған соң, Ғалия Айтжанова әдеттегідей ыдыс жуу үшін алжапқыш киді, бірақ келіні оны тоқтатты. Жүр, мен Сәулемен Сәкенмен ойнаймын. Сіздің шашыңызға жақсылық жаратылған, табиғаттан берілгендей жақсы түс, ақ шаш мүлдем көрінбейді. Келін шашын жасап жатқанда, Ғалия Айтжанова Асқар Айтжанұлы пен мейрамханаға баруға келіскен үшін өзін ойша ұрысумен болды. Бұл кездесуге ұқсайды, ал ол үйленген адам. Ауылда біреу біліп қалса, өсек айтады. Кейуананың мұңды жүзін байқаған Гүлмира күлімсіреді. Сіз өте әдемісіз, тек мен бас тартқаным дұрыс болар еді деп ойлаймын. Сіз тіпті кешке де кездеспейсіз. Бұл кешкі асқа емес, бизнес-ланчке көбірек ұқсайды деп күлді келін. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, сіз әрқашан кете аласыз. Маған қоңырау шалыңыз, мен сізге такси шақырамын. Тағы да ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Асқар Айтжанұлы мені қайтадан әкеледі, және мен ештеңе артық жұмсамаймын. Бұл жолы ол газельмен емес, қандайда бір әдемі импорттық көлікпен келді.
Ғалия Айтжанова ол сыйлықтармен келген кезде бірден байқамады. Оның бұрынғы сыныптасы инеден киінгендей, қымбат костюм үштік, ослепительно ақ көйлек, жылтырға дейін тазаланған туфли киіп келгенін байқамады. Гүлмира Ғалия Айтжанованы сәл әтірленуге көндірді, ал содан кейін ол бас тартып, тіпті келіннің әтірінен өзіне де себуге рұқсат етті. «Ғалия, сен кереметсің», деді Қажидолла оны көрген бойда. Ол оған көліктің есігін ашып, отыруға көмектесті. Ғалия Айтжанова өзін бірінші кездесудегідей сезінді. Бірақ мұны салыстыруға бола ма? Ол кезде бәрі қарапайым еді, ешқандай мейрамханалар жоқ еді. Ол уақытта ауылда қайдан келсін? Тек жастық шақ, міне сол болды. Бірақ қазір оның жанындағы толқу көп жылдар бұрынғыдан кем болған жоқ. Және сол бір ыңғайсыздықпен, сол бір ұялу сезімі. Тек Гүлмира бұл мүлдем кездесу емес деп айтты, онда уайымдаудың қажеті жоқ деп өзін жұбатты. Ғалия Айтжанова, Асқар оны, мүмкін, қаланың ең қымбат мейрамханасына келді. Ол мұндай жерде өмірінде болған емес, тек кинодан көрген. Және жалпы, ол тек Қажидолла ғана емес, ол оның кешенінде жұмыс істеген кезде, малшылар күніне орай жылына бір рет ол барлық қызметкерлер үшін аудан орталығында салтанатты шара ұйымдастыратын. Бірақ ол мейрамхананы мұнымен салыстыруға бола ма? Ыңғайсыздық 100 есе артты. Асқар Айтжанұлы күн сайын осындай жерлерде түскі ас пен кешкі ас шетіндей әрекет етті. Көзді бояй біледі деп ойша күлді Ғалия Айтжанова, бүгінгі анашымның еске түсіріп, сиырдың қиына боялған. Бізде қалақ пен сорпа ішпейміз деп, өзін өзі қолға алуға тырысты. Кіреберісте қарсы алған жас жігіт алып барған үстелге сенімді қадаммен барды. «Мен саған бір стақан шарап тапсырыс берейін бе?» деп сұрады Қажидолла өзінің серігінен, оларға официант жақындаған кезде. «Немесе күштірек нәрсе? Мүмкін, спирттік ішімдіксіз ақ жақсы болармыз. Маған болмайды, мен көлік жүргізушімін. Ал сізге ішпеу күнә, мерейтой ғой». Шарап деп келісті Ғалия Айтжанова, қызыл, ал қалғанын өзің қалауың бойынша таңда. Ол мәзірді алмады, көзілдірікте алмады, бәрібір ештеңе көрмейді. Қажидолла ашылып, Ғалия Айтжанова естімеген көптеген тағамдарға тапсырыс берді. Және ол қаншалықты жеуге жарамды екендігі туралы ойланып қалды. Тек оларға келгеннің бәрі дәмді, тіпті өте дәмді болды. Ол оны да, мұны да үшіншісінде көрді. Және шарап соншалықты әсер етті, сондықтан көп ұзамай дәмді тағам мен жеңіл алкогольден өзін әлдеқайда еркін сезінді. Асқар Айтжанұлы тостан кейін тост айтты, жағымды сөздерге сараң болған жоқ. Туған күн иесіне 10 жыл, немесе одан да көп жыл түсіп қалғандай болды, мақтау мен құттықтауларды тыңдай отырып. Содан кейін мейрамхана қызметкерлері шам мен торт әкелді. «Асқар, сен маған ұмытылмас мереке сыйладың» деп күлімсіреп мойындады ол. «Соңғы кезде мен көптеген толқуларды бастан кешіруге мәжбүр болдым. Ал мұнда мен басқа ғаламға түскендей болдым. Рахмет саған». «Ғалия, бұл мерекені жалғастыруға болады» деді Қажидолла, «менде сізге ұсыныс бар». Ол бір сәтке үнсіз қалды, содан кейін маңызды қадамға баруды шешкендей, сөзін жалғастырды. «Мен сізге осында, қалада пәтер сатып алғым келеді». Ғалия Айтжанова таңғажайыптан көздерін жұмып алды. «Сіз баспанасыз қалдыңыз, және мен бұған қатыстымын. Мен жағдайды түзеткім келеді». «Сіз не айтып тұрсыз, Асқар Айтжанұлы?» деп ақыры сасқалақтаған әйел айта алды. «Біз сіздің отбасыңыз бар екенін айтқанбыз ғой. Ғалия, мен сізге күйеуге шықпаймын. Сіздің бұған қалай қарайтыныңызды түсінемін. Бірақ мен сізге сатып алғым келетін пәтерде сіз қожайын боласыз, ал мен кейде, сіз рұқсат берген кезде, сіздің қонағыңыз болғаным үшін қуанышты болар едім. Маған тек қарым-қатынас керек, кейде сізді көру керек. Бәрі сіздің ережелеріңіз бойынша болады, сіз қалай айтсаңыз солай». Мен өзімді нашар сезіне бастадым. Ғалия Айтжанова стақанды шетке қойды. «Мені өтінемін үйге, ұлыма апар». «Жарайды» деп келісті Қажидолла, «сіз менің ұсынысым туралы ойланыңыз, бас тартуға асықпаңыз».
Міне, менің телефон нөмірім бар, бірақ мен сізге бірнеше күннен кейін өзім қоңырау шаламын. Бірақ ертерек шешсеңіз, өзіңіз қоңырау шалыңыз. Ғалия Айтжанова пәтерге кірген бойда иығынан палантинді шешіп тастады. Абзал әлі жұмыстан қайтпаған еді. Гүлмира Сәуленің сабақтарын тексеріп, кілемде ойнап жатқан Сәкенні бақылап отырды. Бәрі қалай өтті, көңілді болды ма? Деп қызықты келін және бірден Кейуананың жүзін көріп тоқтап қалды. Анашым, не болды? Ғалия Айтжанова Қажидолланың ұсынысы туралы айтты. Ал мұнда не жамандық бар? Деп таң қалды Гүлмира, ол көмектескісі келеді ғой. Мен ешқашан үйленген адамның көңілдесі болған емеспін, және қартайған шағымда да болғым келмейді деп қатқыл түрде айтты енесі келініне қарап. Бұл басқа нәрсе туралы болып жатқан сияқты. Шын мәнінде мен айтып отырған нәрсе туралы деп сендірді Ғалия Айтжанова, қандай ұят, тірі әйелі бола тұра. Ал маған қандай қорлық, түсінбейсің бе? Ол Гүлмираға мұңайып қарады. Мен мұндай қадамға бара алмаймын. Жарайды, мам, мен түсіндім. Бұл ұсынысты ұмытыңыз, бұрынғыдай өмір сүре береміз. Ғалия Айтжанова тынышталу үшін бәліш жасауға кірісті. Қамыр иіреді, начинка үшін тосап алуды шешті және лоджияға бет алды. Мұнда бәрі оның заттарымен толтырылған еді және қораптар мұнда көшірілді, өйткені шкафта тіпті оның киімдері үшін де жеткілікті орын табылмады. Бірдеңесін жинады, ілгіштерге де ілді. Және мұнда жеке пәтер, жеке баспана ұсынған Асқар Айтжанұлы тың сөздерін қалай еске түсірмеске. Ал түнде Сәуле ұйықтап қалған кезде, Ғалия Айтжанова ұлы мен келіннің әңгімесін кездейсоқ естіп қалды. Олар, сірә оның ұйықтап жатыр деп ойлаған. Мен сенімен келісемін, мұндай жомарт ұсыныстан бас тартуға болмайды деп қатты сыбырлап айтты Абзал. Баспана артық болмайды. Және ия, сенің расың, біз бұрынғыдан да қысылыңқырап қалдық. Сенің анашымың, әрине, үй шаруашылығында және балалармен көмектеседі. Бірақ мен онсыз да жақсы басқарар едім деп естіді Ғалия Айтжанова Гүлмираның тыныш дауысын. Және менің жұмысыммен бәрі шешіліп жатыр, Сәкенні одан әрі қараудың қажеті болмайды. Есту мүмкін болмады. Мен онымен таңертең сөйлесемін деп қайтадан айтты Абзал. Демек, мен ұлының отбасында артықпын деп ойлады Ғалия Айтжанова, жатын бөлмедегі әңгімелер тынып қалған кезде ұйықтауға тырысып. Ал мен пайдалы боламын деп ойладым. Бақытымызға орай, ұлы ұйықтап қалды, асығып, жолда тамақтанып, ешқандай әңгіме бастаған жоқ. Анасы оның кетіп қалғанына тыныс алды. Кешке дейін, әрине, бұл жағымсыз тақырыппен оны ешкім мазаламайды. Бірақ ол олай емес еді. Иә, ал сіз қазір қайдасыз? Деп естіді Ғалия Айтжанова Гүлмираның дауысын, ол, сірә, телефонмен сөйлесіп жатқан. Неге келетініңізді хабарламадыңыз? Қонақ үйде тоқтадыңыз ба? Иә, сіздің расыңыз, бізде қайда? Бүгін кездесейік, бізге келіңіз. Сіз бір өзіңіз келесіз бе? Жарайды, жақсы, күтемін сізді. Сәкен ас үйге жүгіріп келді, ал оның артынан Гүлмира кірді. Менің әпкем қоңырау шалды деп хабарлады ол. Күйеуімен бірге 2 күнге ата-анасына келді, зиратқа барады және бізге қонаққа келеді. Динара бүгін келеді, күйеуі Дархан қандай да бір жұмыс мәселелерін шешетін болады. Ғалия Айтжанова Динарамен бір рет, Абзал мен Гүлмираның үйлену тойында көрген еді, және ол ең жағымды әсер қалдырған жоқ. Қыз ойлағанын сөз таңдамай, тік айта алатын. Оның әпкесінің Абзалмен некесін ол мақұлдамады, және бұл туралы тікелей тойда мәлімдеді. Бақытымызға орай, қонақтар өте аз болды, бірақ оның сөздерінен кейін бәрібір ыңғайсыз болды. Сондықтан Ғалия Айтжанова онымен кездескісі келмеді. Динара қалай? Деп ол Гүлмирадан көбірек сыпайылық үшін сұрады. Оның менен айырмашылығы, бәрі жақсы, күйеуі айтишник, жақсы алады. Бірнеше жыл бұрын жаңа пәтер сатып алды, ал қазір Мәскеуге көшуге жиналып жатыр. Ал балалары бар ма? Жоқ, келесі жылы жоспарлап отыр. Оған 30-дан асты,
Иә, биыл 33 болады. Тұңғыш бала үшін тым кеш емес пе? Ол ең қолайлы деп санайды. Менің әпкемде бәрі жоспар бойынша, мен оған қызғанамын деп мойындады Гүлмира және ауыр күрсінді. Ол менің пайдама ата-анасының пәтерінен бас тартты, ал мен өз ақымақтығыммен одан айырылып қала жаздадым. Сонда Ғалия Айтжанова ғана емес, ұлының отбасының тұрғын үйіне өз үлесін қосты. Оған дейін келіннің әпкесі де кем емес үлес қосқан болып шықты. Бірақ онымен кездескісі келмеді. Мен Сәкенмен серуендеп қайтайын, сіз Динарамен сөйлесіп жатқанда деп ұсынды Ғалия Айтжанова. Ол, мүмкін, ол келгенде әлі ұйықтап жатады. Ал оянған кезде сіз серуендесеңіз жақсы болады деп келісті Гүлмира. Келін нәрестені жатқызып үлгергенде есік қоңырауы соғылды. Динара үлкен пакеттермен пәтерге кіріп, бұл сыйлықтар екенін мәлімдеді. Ол қатты сөйледі. Гүлмира оған жиеннің ұйықтап жатқанын түсіндіруге тырысқанына қарамастан, екі есікте көмектеспеді. Сәкен оянып кетті. Ғалия Айтжанова қуана-қуана амандасып, бірден кетіп қалды. Әпкелерге жеке сөйлесуге мүмкіндік беру үшін. Ал мұнда Сәкенні қайтадан ұйықтату керек болды. Гүлмира енесіне алғыспен қарап, әпкесін ас үйге алып барды. Онда үстел жабылған болатын. Ғалия Айтжанова көптеген дәмді тағамдар дайындауға үлгерді. Нәресте қайтадан ұйықтап қалған кезде, ол жатын бөлмеден қонақ бөлмесіне шығып, есікті қатты жапты. Диванға отырып, ұлының көйлегіне түйме тігуге және өз кофтасын жөндеуге кірісті. Жеңіндегі ілмек түсіп кеткен еді. Ғалия Айтжанова тіпті де әпкелердің әңгімесі оған өте жақсы естілетінін ойлаған жоқ, бірақ мұнда ештеңе істей алмайсың. Сәкен ұйықтап жатыр. Ал онсыз көшеге шығудың мәні жоқ. Және өзіне не жасыру керек, оған қызық болды. Келін мен әпкесі не туралы сөйлесіп жатыр? Әрине, абзалды талқылаусыз өтпейді. Динара оны мүлдем жақсы көрмейтіні бұрыннан белгілі. Ал келін не деп жауап береді? Және олардың өзі туралы. Міне, сенің енең, ескі ақымақ, деді Динара. Мұндай сыйлықтардан қалай бас тартуға болады, мен мүлдем түсінбеймін. Жалпы, мұндай жастағы адамдарға мұндай бақыт өте сирек кездеседі. Мен дәл осындай әжелерді білмеймін. Оларға кавалерлер пәтерлерді сыйлауға дайын. Ал бұл мұрнын шүйреді, оның өз принциптері бар деп енесін ақтауға тырысты келін. Қандай принциптер болуы мүмкін? Егер олар осындай ұл өсірсе, оның әр қадамын жуып шаюға тура келсе деп ашуланды Динара. Ол біздің баспанамызды құтқару үшін үйін сатты деп әділ ескертті Гүлмира. Ол міндетті болған, ұлы сондай болған соң. Ал сен менен ақша неге сұрамадың? Деп сұрады Динара. Ұят болды. Сен маған пәтерді жалғыз қалдырдың, және мен саған айттым, бұл дәл солай дегеніңді естігім келмеді деп күлді Динара. Мен пікірлерден тыйылмас едім. Сен өзіңе жақсы күйеу таңдамадың, әпке, мен айттым және айта беремін. Міне, нағыз махаббат зұлым деп жалбарынды Гүлмира. Абзал, әрине, өтірік айтты, бұл бәрі солай. Тек сендер одан әрі қалай өмір сүрмекшісіңдер? Ене, ал мұнда тағы бір тұрғын. Ал Сәкен өскенде, оны қайда көшіресіңдер? Немесе ол сендердің бөлмелеріңде ұйықтай бере ме? Бұл туралы әлі ойлаған жоқсыңдар ма? Мүмкін кейінірек ипотекаға үлкенірек пәтер алармыз деп мұңайып жауап берді Гүлмира. Сенің енең соншалықты эгоист болмағанда, ол өзінің күйеу жігітінен пәтерді сыйлыққа қабылдаған болар еді, және бұл мұра болар еді. Ол мәңгілік емес қой, сәулеға бұйырар еді. Кейін бұл пәтер жағымды перспектива. Ал ол оған қанша бөлме ұсынды? Динара, сен не туралы айтып тұрсың? Ол бұл сыйлықты ешқандай жағынан қарастырғысы келмейді. Өкінішті, өте өкінішті. Жарайды, шығу жолы бар. Сіз оны кейін қарттар үйіне жібересіздер. Бұл болашақ үшін нұсқа, деді Динара. Қандай циниксің деп мәлімдеді Гүлмира, бірақ неге екенін күліп жіберді. Біздің пәтеріміз бұдан үлкен болмайды. Бәрібір тұрғын үй мәселесін қалай да шешуге тура келеді. Міне, ене күйеу жігіт көмектесер еді. Оның ақшасы көп қой. Сонда мүмкін сендерге де үлкенірек пәтерге ақша қосар еді.
Ой, әпке, олай қалжыңдамашы деп қайтадан күлді Гүлмира. Жоқ, шынында да мен мұндай жастағы әжелердің әлі де сұранысқа ие екенін ойлаған жоқпын. Мойындау керек, сенің Ғалия Айтжанова жақсы сақталған. Оны ақылдырақ етсе, ол өз қолына келгенді алар еді. Иә, бұл рас деп келісті Гүлмира. Ал әрі қарай әпкелер отбасылық тақырыптарды емес, басқа тақырыптарды талқылай бастады. Ал Ғалия Айтжанова өзі туралы естігеннен кейін ешқалай есін жинай алмады. Бұл не болып шығады? Ол келіннің тұрғын үйінде артық па, және ол Қажидолланың қаладағы пәтерді қабылдамайтын ақымақ па? Міне, келін оның туралы не ойлайды? Енді қалай болу керек? Принциптерінен бас тарту керек пе? Асқардың ұсынысына келісу керек пе? Ол қаншалықты ұятсыз болып көрінсе де. Ал егер бұл туралы оның балалары, немерелері біліп қалса, олардың көзіне қалай қарау керек? Ал егер заңда әйелі Гүлбаршын күйеуінің жасырын құрбысымен ажырасуға келсе, қандай ұят? Құдай-ау, онда ол қарттар үйінде жақсырақ. Ғалия Айтжанова ашуланып, диваннан палантин жатқан сыйлық пакетін лақтырып жіберді. Ал одан конверт түсіп кетті. Бұл не? Деп ойлады ол, және ол өзінің мекен жайына келген қандай да бір хат туралы айтқанын есіне түсірді. Және ол кімнен? Еденнен конвертті көтеріп, жіберушінің аты жөнін оқыды. Зухра Омарова. Бұл үлкен ұлы Асланның әйелінен келген хат па, және ол оның туған күніне келді ме? Ұмытпаған шығар, деп толқып ойлады Ғалия Айтжанова. Ғалия Айтжанова конвертті ашып, бұл шынымен де солай екенін көрді. Ішінде құттықтау қағазы және тағы 3 фотосуретпен хат болды. Мұның бәрі оны соншалықты қуантты, тіпті сөзбен жеткізу мүмкін емес, әсіресе ол жаңа ғана естігеннен кейін. Зухра құттықтау қағазында соншалықты жағымды сөздер жазған. Ғалия Айтжанова тіпті көзіне жас келді. Бір фотосуретте немересі Аяжан, қазірдің өзінде ересек әйел, 2 кішкентай баласымен бірге болды. Демек, шөберелері де бар екен ғой. Және немересі қаншалықты қайтыс болған Асланға ұқсайды. Туған қан бірден көрінеді. Екінші фотосуретте Аяжан күйеу жігітімен үйлену көйлегінде болды. Зухра кім қайда екенін және күнді көрсетуге ерінбеді. Алдымен үйлену фотосын, содан кейін кішкентай балалармен түскен фотоны көру керек еді деп ойлады Ғалия Айтжанова күлімсіреп. Бәрібір ғой. Ал 3-ші суретте ол өзі, күйеуі, Аяжан күйеуімен, Зухраның 2-ші күйеуінен туған ұлы, Дихан, жүкті әйелімен бірге болды. Және бәрі қандай әдемі, бақытты. Ғалия Айтжанова фотосуреттерді қарап өздігінен күлімсіреді. Хатты оқитын уақыт келді. Зухра, көп жылдар бұрын оларды соғыс қалай айырғанына, күйеуінің майданда қаза тапқанына, кішкентай Аяжанмен жалғыз қалғанына, олардың ұзақ уақыт бойы бөтен бұрыштарда қаңғып жүргеніне, кейін жақсы адамды кездестіріп, оған тұрмысқа шыққанына, тағы бір ұл туғанына өкінетінін жазды. Ғалия Айтжанова үлкен келіннің отбасында осы жылдар ішінде не болғанын білді. Көптеген қуанышты оқиғалар болды, бірақ қайғылы жағдайда болды. Анасы 5 жыл бұрын қайтыс болды. Ал соңында Зухра, егер Ғалия Айтжанова оларға қонаққа келе алса, ол өзі де, бүкіл отбасы да өте қуанышты болатынын жазды. Және бұл күтпеген шақыру оны соншалықты қозғады. Ол хатты ұқыпты түрде бүктеді, фотосуреттерді, қағазды тағы бір қарап шығып, бәрін конвертке салды. Динара немересі оянбастан бұрын кетіп қалды. Ғалия Айтжанова оның әпкесімен қалай қоштасқанын естіді, бірақ шықпады. Олардың әңгімесі оған қатты әсер етті. Алайда алынған хат бұл жараға бальзам сияқты жағылды. Мені онда күтеді, онда мен қуанышты боламын деп ойлады Ғалия Айтжанова, және ол қонаққа барғысы келді, тіпті бірнеше күнге болса да, сондықтан ол бұл туралы Гүлмирамен бірден сөйлесуді шешті. Келін бөлмеге кіріп келді. Динара кетіп қалды деп тыныш дауыспен хабарлады ол. Мен естідім деп жауап берді Ғалия Айтжанова және Гүлмираға конвертті ұсынды. Абзалдың қайтыс болған ағасының әйелі Зухрадан келген хат. Маған Қажидолла келді, мен оның бар екенін де білмедім. Міне оқы.
Қонаққа шақырады, қалаған уақытта келе беріңіз дейді. Иә, жақсы деп иығын көтерді Гүлмира, жұмысыңыз қалай? Сіз бір айдан кейін шығуды шештіңіз бе? Мен қайта оралуым керек, Сәкені қарау үшін. Маған басқа жұмыс ұсынды, жеке балабақшада. Сондықтан Сәкені өзіммен бірге ала аламын, рұқсат етті. Және оған компания болады. Ол балалармен ойнағанды жақсы көреді. Мен дүйсенбіден бастап шығуға жиналып жатырмын. Демек, мен бара аламын ба? Деп нақтылады Ғалия Айтжанова. Солай болып тұр деп келісті Гүлмира. Анасына, Зухраға қонаққа баратынын айтқанда, ұлы тіпті қуанып қалғандай көрінді. Машинасын жөндеді, және ол Ғалия Айтжанованы темір жол вокзалына апарды. Пойыз қарсаңында түн ортасына қарай жүретіне. Ғалия Айтжанова мен келін Зухраға телефон нөмірін хабарлады, және бұл әңгімеден кейін онымен кездесу одан да қаттырақ қаланды. Әже, сен қайтып келесің бе? Деп сұрады Сәуле. Ғалия Айтжанова онымен қоштасу кезінде басынан сүйгенде. Әрине, қайтып келет деп жауап берді Гүлмира енесі үшін аздап ашуланып. Ғалия Айтжанова немерелерін құшақтап сөмкесін алды. Әдеттегідей жолға отырғысы келді, бірақ келінді тіпті де тітіркендірмеу үшін шешім қабылдамады. Иә, ұлы да көлікте күтіп тұрған еді. Пойызда оған жол серіктермен жақсы болды. Жол бойы олар кейде күлкілі, кейде өте қызықты және өмірден алынған немесе таныстарының оқиғаларын айтып берді. Ғалия Айтжанова да өзі туралы, соңғы кезде онымен болған жағдайлар туралы айтып беруді шешті. Пәтерден қалай бас тарттыңыз? Деп таң қалып сұрады 30 жастағы жас жігіт. Ол кетерден бір күн бұрын бұрынғы сыныптасы қоңырау шалғанын, оған ештеңе қажет емес екенін айтқанын, оған қайта қоңырау шалмауын сұрағанын және оның бар нәрсесін бағалап, сақтауын тілегенін айтқанда. Принциптері бар адамдарды құрметтеймін деп мақтады Ғалия Айтжанованы студент қыз. Ал одан әрі не істейсіз? Деп қызықты Ғалия Айтжановадан сәл кішірек адам. Әзірге қонаққа бара жатырмын деп иығын көтерді ол. Ал ары қарай уақыт көрсетеді. Оны ең қымбат қонақ ретінде қарсы алды. Зухра да ол да бір-бірін көргенде көз жасын тоқтата алмады. Дихан жүгін алып, әйелдерге бірге болуға мүмкіндік беру үшін сыпайы түрде алға жүрді. Ғалия Айтжанова оны қонаққа шақырған үйді көргенде аң-таң болды. Бұл оның қайтыс болған күйеуі салған және Қажидоллаге сыйлаған үйдің дәл көшірмесі дерлік еді. Тек бөлмелер көп және терраса қосылған. Мам, біздің үйге ұқсайды ма? Деп күлімсіреп сұрады Зухра. Өте ұқсайды деп қуанып демалды енесі. Дихан сіздің үйіңізді қатты ұнатып қалды, сондықтан ол бізге осындай бірдеңе салуды шешті. Жүріңіз, сіздің бөлмеңізді көрсетемін. Ғалия Айтжанова өзін қайтадан үйдегідей сезінді. Тіпті оның бөлмесі де бұрынғыға ұқсас еді. Тек қалған жиһаздың бәрі жаңа, жақсы жасалған. Үйіңіз қандай жақсы, қандай жайлы деп мойындады Ғалия Айтжанова кешкі ас кезінде, онда келіннің бүкіл отбасы жиналды. Сіздерден қалай кететінімді де білмеймін деп күлді ол. Ал біз сіздің қалғыңыз келет деп ойладық деп кенеттен айтты күйеуі. Мен ертең кетпеймін ғой, әрине, бірнеше күнге барғым келеді, балалармен араласқым келеді, құдама барғым келеді деп Ғалия Айтжанова фотосуреттердің біріне қарай ишара жасады. Бұл түсінікті деп жалғастырды Дихан, бірақ мен мәңгілікке қалу туралы айтып тұрмын. Сіз бұл туралы шынымен айтып тұрсыз ба? Ғалия Айтжанова құлағына сенген жоқ. Қайда мұндай болған, қайтыс болған бірінші күйеуінің анасын өз үйіне тұрақты тұруға шақыру. Дихан, сен не ұсынып тұрсың немесе әлі де қалжыңдап жатырсың ба? Анашым, біз шынымен де отбасылық түрде талқыладық. Және күйеуі Зухраның әңгімесін жалғастырды. Сіздің жеке бөлмеңіз бар. Сізге ұнады деп үміттенемін. Біз сізді ренжітпейміз. Келісіңіз. Ғалия Айтжанованың көзіне жас келді. Ол бір кездері Аслан қайтыс болғаннан кейін Зухраны есінен шығарғысы келген, өйткені ол ерте тұрмысқа шыққан, екінші баласы туралы білгенде онымен араласуды тоқтатқан.
Ал енді Зухра, оның күйеуі, бүкіл отбасы, бәрі оның олармен бірге тұрғанын қалайды. Сенгісіз. Және бұл соңғы кезде ол естіген ең жақсы ұсыныс. Мам, сіз ойланыңызшы, өтінемін деп күлімсіреді Зухра. Әзірге бірге тұрыңыз, ал егер қатты қаласаңыз, Абзалға әрқашан қайтып орала аласыз. Рахмет, қымбаттыларым деп жылап жауап берді Ғалия Айтжанова. Ал мен қарттар үйі туралы білгім келген еді деп көз жасы аралас күлді ол. Абзалдың пәтерінде менсіз де тар, мен онда артықпын, тек сіздерге немен пайдалы бола алатынымды білмеймін. Ал білесіз бе, кейде маған ақылды әйелдің кеңесі жетіспейді деп мойындады Зухра. Анам қайтыс болғаннан кейін мен мұны әсіресе қатты сездім. Ал сіз жақын адамсыз. Сіздің жанымызда болуыңыздың өзі біз үшін үлкен пайда, және басқа ештеңе қажет емес. Ғалия Айтжанова ұйықтай алмады. Аударылып төңкеріліп, кейін тұрып, ас үйге баруды шешті, су алып, мазалаған ойларды басу үшін. Дәліздерде жұмсақ түнгі жарық жанып тұрды. Ешкімді мазаламау үшін еденге абайлап басып, ол алға жылжып, Зухра мен күйеуінің дауыстарын естіп, ас үйдің есігінің алдында тоқтап қалды. Оның заттары? Деп сұрады Дихан. Иә, оның деп жауап берді келін. Бұл оның сөзі, оның барлық заттары дерлік қораптарда жатыр, өйткені оларды тіпті қоюға да жер жоқ. Біз оларды көлік компаниясымен мұнда жібереміз. Ал маған сенің енең ұнайды деп мәлімдеді Дихан. Менің тәтем сияқты жанды адам. Менің ойымша біз жақсы тұрамыз. Ал мен оны әрқашан жылылықпен және сүйіспеншілікпен есіме аламын деп естілді Зухраның дауысы. Ол қандай керемет тамақ жасайтынын білесің бе? Мен оның рецепті бойынша бәліш пісіруді үйренгім келеді. Өте дәмді, сен мұндайды дәл көрмегенсің. Иә, сенің енең бағалы кадр. Үміттенемін, ол бізден кеткісі келмейді. Ғалия Айтжанова бұл әңгімені естігенде, ол не үшін ас үйге барғанын бірден ұмытып, осында келгендегідей тыныш басуға тырысып, өз бөлмесіне қайтуға асықты. Қуанышсыз ойлар оның басында үйіріліп жүрді. Абзалға демек, менің қайтып келгенім қажет емес. Ол, мүмкін, менен құтылғысы келеді деп ойлады ол. Төсегіне жатқанда көзінен жасы ағып кетті. Бірақ бірден олардың, Зухра мен Диханның айтқан басқа сөздері есіне түсті. Олар неге екенін маған қуанышты, маған, шын мәнінде бөтен адамға. Өйткені олар менің оларды естіп тұрғанымды білмеді, демек, шынайы айтты. Қандай жақсы сөздер. Олардың үйінде менің орным бар деп ойлады Ғалия Айтжанова ұйықтап жатып. Егер сізге бұл оқиға ұнаса, жоғары қарай, батырмасын басу арқылы мені қолдайды деп үміттенемін. Сіз үшін бұл бір ғана басу, бірақ мен үшін бұл өте маңызды. Алдын ала рахмет және сау болыңыз.